Сәлеметсіздер ме, балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Табиғат құбылыстар бөлімі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйренесің. Көшеде жүрудің қауіпсіздік ережелерін естеріңізге түсіретін боласыздар. Сабағымызды ұйқасынтап ойынымен бастайық. Көп нүктенің орнына ұйқастырып сөздер қойып, сөйлемдерді аяқтауларыңыз керек. Түтін басып кетіпті, сөндірмеген біреу үтікті. Қызыл жалын лаулады, демек сіріңкемен біреу ойнады. Тек тұрғаның жарамас, тез 101-ге сен хабарлас. Өртке оранды шатыр, өрт сөндірушіні тез шақыр. Балалар, сендердің де жауаптарың осындай болды деп ойлаймын. Өрт тілсіз жау, сондықтан өрт қауіпсіздігін естен шығармауымыз қажет. Адамның қолымен жасалған жасанды орта дегеніміз тек баспана ғана емес. Оның құрамдас бөліктер ретінде елді мекендерді, тұрғын үйлерді, жолдарды, көлік құралдарын, техникалар мен басқа да көптеген дүниелерді айтуға болады. Осылардың бәрін адам өзінің өмірін жақсарту үшін жасады. Алайда бұл ортада сан алуан қауіп-қатерлер де кездеседі. Солардан өзіңді қалай сақтандыруың керек? Қазір балалар бейнежазбаға назар аударыңыздар. Қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат әрдайым мұқият болыңыз. Қоғамдық орындарда, көшеде, көлікте, аулада, кіреберісте, баспалдақта, пәтерде күдікті зат байқасаңыз, онда оның иесін анықтауға тырысыңыз. Көршілерді, жақын маңдағы адамдарды сұрастырыңыз. Ал оның иесі табылмаған жағдайда бұл туралы құқық қорғау органдарына хабар беріңіз. Қауіп төндіретін бөтен заттардың белгілері мен сипаты. Оралған қаптама, белгісіз қорап, бөтен сөмке мен портфель, тартылған сымдар мен баулар, сағат механизмінің дыбысы, төмен жиілік дыбыстар. Жақындамаңыз, өз бетіңізбен ашуға, жылжытуға әрекет етпеңіз. Оларға жақын жерде телефон немесе электронды құрылғыларды пайдаланбаңыз. Бұл сізге айналаға қауіп төндіруі мүмкін. Егер жарылыс қаупі туындап, эвакуация жасалған жағдайда сабыр сақтаңыз. Ауа райына сай киінуді, құжаттарыңызды, құнды заттарыңызды алып шығуды және үйдегі коммуналдық құрылғыларды өшіруді ұмытпаңыз. Ал қауіп халық көп жүретін қоғамдық орындарда, ғимараттарда туындаған жағдайда апаттық шығу белгілеріне назар салыңыз. Қарттарға, мүгедектерге көмек беріңіз. Және аталған нысандарға тек жауапты тұлғалардың рұқсатынан кейін ғана оралуға болады. Қатерді алдын алуда сіздің мұқияттылығыңыз маңызды. Енді балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Сен жаяу жүргіншісің. Сурет бойынша жолда жүру ережесін құрастырыңыздар. Ешқашан көлік жүретін жолда ойнама. Тек жаяу жүргіншілер жолымен ғана жүр. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Сендердің де жауаптарың сәйкес келді деп ойлаймын. Бұл тапсырманы орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңіздер. Жолда жүру ережесін еске түсірдіңіздер. Жолда жүру ережелерін құрастыра алдыңыздар. Сен велосипедшісің. Есіңе сақта. 14 жасқа дейінгі балаларға көлік жүретін жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Ал егер жолдан өту керек болса, велосипедтен түсіп, оның рулінен ұстап, жаяу жүргіншілердің жолымен өтуін қажет. Енді балалар, екінші тапсырманы орындайық. Сен жолаушысың.
Көліктегі қауіпсіздік ережелерін еске түсірейік. Сурет бойынша көліктегі қауіпсіздік ережелерін құрастырайық. Көлік жүргізушіні алаңдатпа. Көлікте келе жатқанда терезеден басыңды шығарма. Көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағынан мініп түс. Яғни балалар, сендердің де жауаптарың осылай болды деп ойлаймын. Бұл тапсырманы орындау барысында мынандай қадамнан өттіңіздер. Көліктегі қауіпсіздік ережесін құрастыра алдыңыздар. Енді балалар, сіздермен я жоқ ойынын ойнаймыз. Мына жерде берілген қауіпсіздік ережелері дұрыс болған жағдайда я, бұрыс болған жағдайда жоқ деп жауап береміз. Құрылыс алаңында немесе трансформатор күркесінің жанында ойнама. Саябаққа немесе орманға жалғыз барма. Көшеде бейтаныс адам көмек сұраса, бас тартпай сыпайы болу керек. Қылмыскердің алдауына түспес үшін әрдайым өз қауіпсіздігіңді естен шығармауың керек. Қауіп туындайтын жағдайларды алдын ала болжау керек. Қауіп төнген жағдайда әрекетсіз болу керек. Балалар, сіздердің де жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Енді балалар, жағдаяттарды талқылайық. Бірінші жағдай. Көшеде танымайтын адам сені алып келу үшін анаң жұмсап жібергенін айтса, не істейсің? Танымайтын адаммен бармас едім. Екінші жағдай. Танымайтын адам сені көлікке отыруға шақырып, балалар бағдарламасына түсіруге алып баратынын айтса, еріп барасың ба? Танымайтын адамның көлігіне отыруға болмайды. Үшінші жағдай. Көшеде біреу қалдырып кеткен қапшық тауып алсаң, не істейсің? Көшеден тауып алынған қапшық, тағы да басқа заттарды алуға болмайды. Балалар, сендер де жағдайды дұрыс талқылап, дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Бұл тапсырманы орындау барысында сендер мынандай қадамдардан өттіңіздер. Жағдаятты талдай алдыңыздар және оң шешімін таба алдыңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, балалар, мына диаграммаға назар аударыңыздар. Көшенің рұқсат етілмеген тұсынан өту 40%, көліктен дұрыс түспеу 30%, бағдаршамның белгісіне назар аудармау 15%, жолда ойнау 10%, және басқа да қауіпсіздік ережелерін сақтамау 5% орын алып отыр. Ол, яғни қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың әсерінен болып отырған жағдайлар. Сондықтан балалар, әрқашанда қауіпсіздік ережесін естен шығармауымыз қажет. Бүгінгі сабақты қалай меңгергендеріңді кері байланыс жасау арқылы қорытындылаңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.